тақырыпқа эссе жазу бағыты бойынша тапсырма берген болатын. Енді сол тапсырманы тыңдайтын кез жетті деп ойлаймын. Қазір бізде арнайы рандом комиссия бар. Сол рандом бойынша кім шығады, сол өзінің жұмысын таныстыратын болады. Ендеше кеттік. Ұлттық байлық дегеніміз белгілі бір уақыт мерзіміндегі қоғамның бүкіл осы мерзімге дейін даму кезіндегі адамдардың еңбегімен жасалған материалдық және рухани игіліктердің жиынтығы. Сонда ұлттық байлық екіге бөліне алады: материалдық және рухани. Менің ойымша, материалдық ұлттық байлыққа табиғи ресурстар, соның ішінде пайдалы қазбалар, әсем жерлер мен экономиканы дамытатын материалдық көздер жатады. Мысалы, ғимараттар мен қорықтар. Ал рухани ұлттық байлыққа ең алдымен елдің тарихы, салт-дәстүрі мен әдеби мұраларын жатқызуға болады. Әр ел өзінің ұлттық байлығын мақтана алады. Мысалы, Қазақстан мемлекетінің ұлттық байлығы сөзсіз. Қазақстан өзінің қымбат пайдалы қазбалар мен әсем табиғатымен мақтана алады. Ал рухани құндылық байлығында Қазақстан ақын жазушыларының екінші ұрпаққа қалдырған бағалы еңбектерімен мақтанады. Сондай-ақ Қазақстан ерекше дәстүрлерімен, мәнді тарихымен ерекшеленеді. Опасызда отан жоқ, отанда опасызға орын жоқ. Бауыржан Момышұлының нақыл сөзіндей қорытындылай келе мен әрбір азаматтың елінің ұлттық байлықтарымен танысып, білісіп жүрсе екен дейді. Өте тамаша. Қараңдаршы, ұлттық байлық деген тақырыпты аша алды ма? Өте сәтті ашылған сияқты, иә? Сондай бір сілтеме арқылы. Тамаша, үш шапалақ емес. Ұлттық байлық әр елде болады. Ол бізде де бар. Бірақ ол бізде рухани жағынан қаттырақ дамыған деп ойлаймын. Әрине, бізде материалдық жағынан да баймыз. Қазақстанның ұлттық байлығы жердің үстінде де, астында да бар. Қазақстан материалдық байлық бойынша топ 10-қа кіреді. Бірақ біз оны игере алмаймыз. Ал рухани байлық бойынша біз алғашқы орындарда тұрғанымызға кепілдік береміз. Мәселен, бізде Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Домалағана, Айша Бибі кесенесі бар. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі ЮНЕСКО-ның қорғауына алынған. Ал материалды байлыққа бізде хром, көмір, түсті металл бойынша алғашқы бестіктерге кіреміз. Соған қоса табиғаттың өзі берген байлықтар да бар. Мәселен, Шарын каньоны, Қайынды, Алакөл көлдері. Мұның бәрі табиғат берген байлық. 90 ауыз сөздің толықтай түйініне келетін болсақ, Қазақстан қай салада да бай ел. Біз сол байлықты қорғауымыз қажет. Әр мәдени мұраны келесі ұрпаққа жеткізуіміз міндет. Ұлттық байлық. Мен ұлттық байлық сөзін осы уақытқа дейін қазақ ұлтының жиналған байлығы, қазынасы деп түсінемін. Ұлттық байлық жерасты байлығы және әдеби мұралар деп екіге бөлінеді. Жерасты байлығында біздің құнарлы жеріміздің астында жатқан көптеген пайдалы қазбалар жатады. Бізді материалдық тұрғыдан қамтамасыз етеді. Яғни біз бұдан керек жарағымызды ала аламыз. Мысалы, мұнай, газ, көмір және тағы да басқалары. Ал әдеби мұраларға біздің ата-бабаларымыздан қалған асыл қазынамыз, тарихымыз, ана тіліміз, тұрмыс-тіршілігіміз, тәрбиеміз жатады. Атадан қалған өсиет біз үшін баға жетпес байлық. Өйткені қазақ тұлғаларының шығармасын оқыса, сөздік қорың артады, ой-өрісің дамиды, әрі-бері тәлім-тәрбиесі де көп. Мен Әбіш Кекілбаевтың бірінші ұрпақ, екінші ұрпаққа өмір сыйлап қана қоймайды, өмір сүре білудің тәсілі мен тәжірибесін де мұраға қалдырады деген оймен аяқтағым келеді. Үй жұмысы, эссе, ұлттық байлық. Ұлттық байлық белгілі бір уақыт мерзіміндегі қоғамның бүкіл осы мерзімге дейін даму кезеңіндегі адамдардың еңбегімен жасалған материалдық игіліктердің жиынтығы. Айтқандай, ұлттық байлық материалдық және рухани тұрғыдан екіге бөлінеді. Материалдық тұрғыдан алғанда қазба байлықтары ұлттық байлықтың үлкен бір бөлігі. Оған жердің асты мен үстіндегі табиғи ресурстарымызды өндіретін шикізаттан дайын өнім шығаратын зауыт фабрикаларымызды да ұлттық байлығымызға жатқызуға болады. Қазір осы байлығымыз халықтың қолына сатылып жатыр. Елімізде кең ауқымдағы жекешелендіру іс-шаралары осыған дәлел. Ал рухани құндылықтарға келетін болсақ, ата-бабалардың бізге қалдырғанының бәрі рухани байлық. Оларға әрине кесенелер, ескерткіштер, әдеби мұралар, ақындар жатады. Жазба әдебиетінің атасы Абайдың өзі біздің мәдениетімізде үлкен рөл ойнайды. Біздің тіліміз бен діліміз де біздің ең үлкен байлығымыз. Өз ойымда Әбіш Кекілбаевтың жеріне, суына, тіліне, дініне, тарихына, тағдырына ие халық деген болады.
Тек сондай халық қана есерін түзеп, еріне медет бола алады деген сөзімен қорытындылағым келіп тұр. Өз байлығымыздың құнын түсініп, оны қадірлеп жүрейік. Өте тамаша.